Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына KZ каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін Бақа атты ертегінің екінші бөлімін тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түреміз. Сонымен Бақа көріпкел әулие екен. Жұрт ойнап айтам деп ойлап айтып жүр екен. Сөйтіпті де сөйтіпті, солай болыпты деген лақап осыдан былай жұрттың бәріне жайлады. Өтірігін қосып, көпірге біреуден біреуге айтып, Бақаны нағыз Құдайға қол тапсырып келген қылып шығарады. Әулие деген ат шындап тағылады. Қой ұрланса да, бұзаудың бас жібі ұрланса да, біреу-міреу ұрласа да, жұрт Бақаға шабатын болады. Жұрттың лақабын, нанымын пайдаланып, күнін ойлайтын Бақа сияқты адамдар ма? Бақа бәріне де ұрсып жауап беріп, қуып жіберіп жүреді. Кей адамдар әулие деген атаққа құштар болса, Бақа тосыннан тағылған атақтан қашып құтыла алмайды. Күндерде бір күн азуы 6 қарыс ел билеген бір бидің жанынан артық көретін, өзі бір түлікке бағалайтын жақсы нары жоғалады. Нарды күні-түні іздеп таба алмайды. Нарды алған кісі бір күн ішінде әкеліп үйімнің маңына тастап кетпесе, түбіне жетем. Ауыл маңымен шабамын. Еркегін құл қылып, қатынын күң қылып, қоқанға айдатам. Зындам түбіне жіберем. Бәрі бірде ол нарды таппай қоймаймын, деп жарлық таратса да, нардың із-түзі білінбейді. Ақырында нардың өз бетімен табылуынан күдер үзгесін бақсы балгерлер іздестіре бастайды. Ақырында нағыз көріпкел бар, әулие бар дегенмен Бақаға қос ат шаптырады. Келсе алып кел, келмесе сабап айдап кел, деп бұйрық береді. Бидің жіберген кісілеріне бәлен түген деп Бақа ергісі келмеген екен, ту сыртынан тиген екі қамшының зардабынан барсам барайын дейді. Бақа бидің үйіне келеді. Келісімен аттан түсер-түспестен би: солай да солай, түйемді табасың, таппасаң басыңды алам, дейді. Биек-ай, елдің келеме жетіп шашып жүрген лақабы ғой, әулиелік менде қайдан болсын, мені босқа қыспаңыз, дейді. Қаңғырған шақшабас бақалшыдан менің ауырлығым кем болып па? Деп би тұра қамшының астын алады. Бақа қорыққаннан: құлдық тақсыр, түйеңізді табайын, дейді. Бәсе, оттағаныңша манадан бері соны айтсайшы, деп би ашуын басады. Бақа баяғысындай түнеуге оңаша үй сұрайды. Аттың үй артына байлануын тілейді. Жарайды деп би үйін тігіп бәрін әзірлеп Бақаны оңаша үйге кіргізеді. Бүйтіп болған әулиелігі құрсын, әулиелікті шығарған адамдар құрсын деп Бақа түнмен әулие әнбиелерге қарғап шығады. Енді өлген жерім осы болар, мазақтың түбі азап. Азабым осы емес пе? Ел мазағынан өлді деген осы емес пе? Деп қорланып жылап шығады. Таң қараңғысы болды-ау деген кезде ептеп үйден шығады. Аңдып тұрған адам жоққа ұқсайды. Жолым болған-ау деп үй сыртына келсе, байлаулы аты жоқ. Бара жатқанның балтасын, келе жатқанның кетпенін қоймаған жалмауыз енді менің жалғыз атыма да ауыз салдың ба? Жарының жалғыз атын төлеуге алдың ба? Деп жылап жібереді. Бірақ амал қайсы, аттан айырылса да бас садақа деп Бақекең тайып отырады. Қуғын болар мекен деп тұрып, жығылып, қашып келе жатып, қалың қамыс арасына кеп адасып кетеді.
Жол қарастырып жүріп қамыстың ортасындағы балшыққа кездеседі. Балшыққа батып теңкиіп жатқан бір нәрсені көреді. Жақындап келіп қараса, балшыққа батып өлген бір қара нар екен. «Әй, дәуде болса осы соның нар-ау», деп біраз ойланып тұрып, қуанышы қойнына сыймай бидің ауылына қайта қайтады. Қайтып келіп білдірместен есікті бұрынғыша жауып ұйықтап қалады. Ертеңіне сәске уақытта тұрып, көңілдене ешбір уайым жоқ бидің алдына келеді. «Ал таптың ба? Нарыңыздың табылуы қиын екен. Алыс сапарға кеткен екен», дейді бақа. «Өліп пе?» деп сұрайды би. «Өліпті». Би сол жерде отырып, боздап тұрып жылайды. «Түлікке балаған малым еді», дейді. «Мал деп құныққан, әй, итай», деп ішінен бақа. «Өлтірген кім екенін айт. Аспанға ұшса, жерге батса да жоқ қылып жіберем», деп ақырады би. Бақа тұрып: «Нарыңыздың ажалы ешкімнен болмапты, Алладан болыпты. Алланың ісіне не шара?» деп бақа көңіл айтып, нардың жатқан жерін айтыпты. Би ат шаптырып айтқан жеріне барып қараса, айтқандай-ақ балшыққа батып өлген сол нар екен. Сөйтіп бақа бұл пәледен де құтылыпты. Бүйтіп болған әулиелігің құрсын, бұған нанған елің құрсын, деп бақа еліне қайтыпты. Басының аманында енді әулиелік құрмасқа ант етеді. Құрметті оқырмандар, Бақа ертегісінің 2 бөлімі осымен тәмамдалды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.